Қазақ елі, біз Қаскелең қаласындамыз. 2 күннен бері менің оқырмандарым мынандай масқараны жазып жатыр. Қазір тыңдап көрейік. Осы рас болса, бұл енді бірінші денсаулық министрі Ақмарал ханым сізге. Сосын жаңадан келген Алматы облысының облздрав басшысына мынандай масқараны қараңыздар. Бізде Қарасай ауданында 300 мыңнан көп адамдар тұрып жатыр. Енді мына карета скорой помощи дейді ғой, жедел жәрдем машиналары. Ақмарал ханым, Алмат мырза, Алматы облысының басшысы, сіздер қалай соны білмейсіздер ма? 28 көліктің 21-і жөндеуде тұр. Масқара, 21-і жөндеуде тұр. Жетақ машина бүкіл Қарасай ауданында жұмыс істеп тұр. Ол қайсына үлгіреді? Өздеріңіз ойлаңыздаршы, маған оқырмандарым жіберіп жатыр. Инфарктпен адамға 10 минуттың орнына 2 сағат көлік барған. Бір кішкентай бүлдіршінде судорога болған. Реланиум деген дәрі болмаған 4 айдан бері. Дефибриллятор дейма, сондай жаңағы тоқ бар ғой жүрекке қосатын, сондай оборудованиялар болмаған 4 айдан бері. Осы 15-ші көкекте берген деп айтып жатыр. Мынау не деген масқара мынау? Біздің ОСМС-тер қайықта кетіп жатыр. Кім бұны енді шешеді? Адамдар өлей берсін ба, или таксимен барсын ба, скорый шақырмасын ба? Бүкіл Қарасай ауданына жетім көлік деген, ол не деген сұмдық ол? Қалғанын бәрі ремонтта жатыр. Алматы облысының денсаулық басшысы Алмат, сіз қалай бұны білмейсіз? Неге ешқандай шара қолданбай жатыр? Бұлар 1 күн емес, 2 күн емес, бұрыннан бері қақсап жүр ғой. Мынау не деген сұмдық, мынау масқара, мынау сөзім жоқ менің. Марат аға, фамилияңыз қалай? Шұғыл шара қолдану керек. Қарасай ауданының адамдар өлей берсін ба? Уважаемые подписчики, уже 2-й день мне подписчики пишут, недавно, оказывается, 50 лет мужчина с инфарктом поступил, вместо 10 минут 2 часа скорая ехала. А знаете почему? Потому что по Карасайскому району все скорые машины стоят на ремонте. Вы представляете? 20 из 28 машин по всему Карасайскому району, только 7 скорой помощи, карета скорой помощи действует, а остальные 21 на ремонте. Это же абсурд, это же бред какой-то. Министр здравоохранения Ақмарал, вы представляете, что творится в Карасайском районе Алматинской области? Новый директор, который Алмат пришел, неужели он не в курсе? 4 месяца, говорят, не было реланиума. Это для судороги, от судороги для детей. У нас ребенок поступал, тоже видео есть. Есть много доказательств. Недавно с инфарктом мужчина ждал скорую помощь 2 часа вместо 10 минут. Это же абсурд полный. Представляете, все кареты скорой помощи стоят на ремонте. Теперь что, жителям Карасайского района просто помирать, да? Не вызывать скорую бесполезно, потому что есть один вызов, я вам видео отправлю. 4 часа ждали. Получается, все, или едьте на такси, или вызывайте такси, или со своими соседями просите автомашины. Но скорую вызывать бесполезно. Это абсурд, у меня слов нету. Как так можно? Из этих 7 машин, которые ездят, нету дефибрилляторов. Простонародно, если у кого-то инфаркт, чтобы подключить тока, нету мигалок. Лекарства, самое необходимое, жизненно важное лекарство, оказывается, только 15 апреля дали. Ребенок с судорогой чуть не умер, 2 часа скорую ждали. Еще, оказывается, реланиума не было. Вот только недавно, оказывается, дали. Вот одна машина, которая на ходу. Это из 7 машин. Остальные все на ремонте. Это бред, это маразм, это абсурд. Ақмарал ханым, прошу срочно принять меры. Что творится у нас в Алматинской области, в Карасайском районе? Сәлеметсіздер ме? Мына подписчиктердің жазып атқаны рас па, мына айтып атқандары? Шынымен ба? 28 бригаданың орнына қазір 7 бригада линияда, оның жартысын
үшеуінің мигалкасы мен сиренасы істемейді. Масқара. Жібермейді. 1,5 сағаттай барамыз біз по экстренный вызов болса, машинада алып келеміз, ешкім жібермейді. Тяжелый пациент болса да артында. Масқара. Мигалка сирена істемейді. Жай машина сияқтымыз ғой. Даже штраф келсе де келу мүмкін, потому что бізде мигалка істемейді. Масқара. Мынау не болып жатыр сонда басшыларыңыз? Неге айтпайды жаңадан келген Алматқа? Алматқа айтып жатыр ма? 1 жылдан жаңадан келді, иә Алмат? Біздің директор Есхат Дүйсенбаевич деген біздің директор ғой. Сол кісіге біз неше рет айттық, енді олардың бәрі өздері көріп тұр ғой, күнделікті отчет жүреді ғой. Қанша бізде күнделікті кім сменаға шығатынын жазады тәртіпте. Сол жерде 28 бригаданың орнына 7-ақ бригада. Сол үшін біздің водительдар мен фельдшерлар көбісі үйде отыр жұмыссыз. 5 суткадан шықпаған. Водительдар 1-2 айдан шықпағандар бар. А ол ремонтқа в чем проблема? Неғып ремонт жасамайды? Білмейміз, то сервис нету дейді, то запчасть жоқ дейді. В общем, сөйтіп барамыз, сөйтіп айтады. Сондықтан бізде осындай Қарасай ауданында масқара болып жатыр, е? Дейін задержка бар бізде. Мына біз кеше сағат 8-де отырдық, машинаға бүгін 8-де түстік. Как сказать, даже не можем заехать на свои нужды, да? Сол үшін тоқтамай жүреміз, тоқтамаймыз. Енді 7 машина бәрібір үлгірмейді ғой. 300 мың население, даже больше. 6 сағатқа дейін задержкалар бар. О, 5-6 сағатта инфаркт өліп қалмай ма адамдар? Түсінбейді. Сонымен не, өлей бере ма Қарасай аудан адамдары? Білмеймін, қалай жеткізуге енді. Қалай айтып жатырмыз енді, шырылдап жатырмыз бәрі жақтан. Сосын бар ғой, мына необходимо инфарктқа бір қандай дәрі, ең керек дәрі инфаркт болғанда? Морфин. Сол Морфин 4 ай морфин мен реланиум деген дәрі болған жоқ. Реланиум масқара, масқара. Судорога салатын балаларға, кішкентай балаларға, үлкендерге судорога салатын дәрі ол болмады. Бір 4 ай морфин инфарктыда салатын, отек легкийде салатын ол дәрі де болмады. Кошмар! Ақмарал ханым, естіп жатырсыздар ма? Міне өздері шындықты айтып жатыр. Мені оқырмандарым өтірік айтпайды. Мынау масқара, мынау Бақытжан Базарбек, сіздің назарыңызға, президент мырзам сіздің назарыңызға, мынау расталды шынымен екен. Мына масқараны шұғыл шара қолдануларыңызды сұраймыз. Осымен мен қысқа тікелей эфирімді аяқтаймын. Қазір барлық жерге жіберемін. Оқырмандарымның жіберген видеоларында қосамын. Шұғыл шара қолдану керек. Мынау масқара Қаскелеңде болып жатқан сұмдық, мынау сұмдық. Депутаттар назарына ал қараңыздар не болып жатқан. Естідіңіздер ғой өз құлақтарыңызбен, өз көздеріңізбен көрдіңіздер ғой. Шара қолданыңыздар. Өтініш.